Ал енді мынау біз қазақ халқы өлгенін жырмен жоқтаған, тіріс сөзге тоқтаған елдің ұрпағымыз ғой. Соны ұмытпайық. Біздің Ақтөбе, Орынбор, оның әрісінде Шыңғырлау мекенінде, яғни айтқанда қазақ даласында Таңжарбай деген атамыз болған екен. Ол өлең жырға өзінің атын қосып, әзілдеп, мынау жиын тойларда қыз келіншектердің арасында былай деп ән салған екен. Менің атым сұрасаң, Таңжарбаймын ғой, малға кедей болсам да, әнге баймын беу бағила, ой бір байғалимау. Анау-мынау деп қыздар, кемітпеңдір ой, түрім жаман болсам да, қыз таңдаймын беу бағила, ой бір байғалимау. Айналайын қарағым, жаным қарақ, ой, сен ойласам кеу қыздар, ішім жанап беу бағила, ой бір байғалимау. Тегізетін құрбыңай, пайдаң бар ма, ой, бұл дөртіме болғандай, етіп сәбәп беу бағила, ой бір байғалимау. Менің атым сұрасаң, Таңжарбаймын ой, мақбұзаттың үстінде, тайраңдаймын беу бағила, ой бір байғалимау. Мен шыққамын халықтан, өсіп өніп ой, өз сөзімді жұртымнан, аямаймын беу бағила, ой бір байғалимау. Беу бағила, ой бір байғалимау.